келіп жатсыздар. Адамдарыңыз құтты болсын. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Енді асықпай амандық саулық сұрасып отырыңыздар. Қазір осы жерден ағауыз тиіп, әрі қарай бүгінгі құдалық тойымызды есік алдында киіз үй тігілген, сол киіз үйді дастархан жайылған, сол дастарханда жалғастыратын боламыз. Енді мынау Келбай Таза ауылының үлкендері болса, келген құда-құдағайларға бір ауыз тілегімізді айтып, қош келдің лебізімізді айтып, әңгімемізді айтып отырайық. Қуаныш құтты болсын қадірменді ағайын. Ал қош келіп отырсыздар құдалар. Қадамдарың құтты болсын. Мынау енді құдаларының үлкен шаңар ағамыз. Сайын құдаларының. Ал құдалығымыз мың жылдық болсын. Өзім осы Сайынның ағасы болам, папасының інісі болам. Папасы Мақсұт деген ағамыз дүниеден озды, інісі Мақсұт деген болам. Тағы да ағасы бар, қазір сыртта. Қазір сыртта келіп. Папа қайда? Папа өзім. Мына үйдің үлкеніміз, апамыз. Мен анам. Сайынның мамасы, құдаларының үлкен құдағай болады ғой сіздерге. Ал құдағайлар қош келіп жатсыңдар біздің ауылға. Екі баланың арқасында ағайын тума болып жатырмыз, құдандал болып жатырмыз. Құтты болсын, балдар бақытты болсын. Ауылдарыңыз аман ба, жақсы келдіңіздер ме, алыс жол ғой енді. Осы балдардың қуанышын бірге көрейік бәріміз. Балдар өздері өйстіп, ұйғарып, осындай енді келісіп өздері осылай болып жатыр ғой енді, құнандал болып. Қош келіп жатсыңдар, аман болыңыздар. Аты Сағын деген құдаңыз. Расында жеңген ғой деймін. Ұлжан. Бүйгіл қайда, бүйгіл. Бүйгіл тәтемнің мана айтып отыр, папа әкемнің інісі. Соның жеңгем менің, жолдасы. Ағам, Аржанда жеңгем, туған жеңгем тоже. Ұлжан деген. Осы қарындасым Райгүл деген бар, туған. Екінші қарындасым келе алмай жатыр. Күйеу баламен ауылда тұрады олар. Осы Қаратомда. Қалған таныстыру өтейін, жайлап шет жағынан бастап. Оны таныстырсын бе? Мен таныстырыңдаршы. Мен айтып отырамын ғой. Сайын айтшы. Айтайын, анамның ағасының қызы бар, Асия деген. Соның кіші қызы, кенже қызы. Соның енесі, құдағайымыз біздің үлкен кісі. Содан кейін кісіні, өзіңіз таныстырып жүрсіз. Мамамның ағасының жолдасы, жеңгеміз болады. Жаңа айтып отыр, ағасы бар, менің анамның нағашым өзі дүниеден өтті, Ануар деген кісі, соның қыздары, үлкен Алия деген мына жерде, Жездем Руслан деген мына жерде отырған. Ассалаумағалейкум. Екінші отырған мына жерде әкеміздің апасы ол дүниеден өтті, соның үлкен баласы Жалғас деген жиені болады бізге. Жолдасы міне, жеңгеміз Айсұлу апа. Тағы да таныстырып отырмын. Мына жерде отырған, мана айтып отырмын, Ануардың екінші қызының, нағашы қызының жездесі мынау, Ардақ деген. Ру Адай. Ғали апа дейді, жолдасы отыр, апамыз, нағашы апамыз. Келесі отырған жаңа айтып отырмын, ағамыз, жиен ағамыздың інісі туған, жолдасы деген. Роза апа дейді. Сыртта жүр, Роза апа деген жолдасы. Кішкене камера былай қарата тұрасыңдар ма, көрмеді. Қаншақта бөлелерімізді Мына жерде отырған туған өзім бөлем міне. Әлбек деген. Жолдасы жоқ, бағарды кіршеш, тәкеп кіршеш. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, нашысына танисыз, мен бөлем, алдында Талғат деген.
Қалған шайдан таныстырам, осы біздің әулетте жартысы келе алмады енді. Той, садақа, шаруалармен жұмыста. Қайын өз жағыңызды таныстыршы. Өз жағын таныстырайын. Оғыл жүріп тұр енді. Али апа кіріңіз. Мына бөлеміз. Бөлеміз, Али апа дейін. Қалған бөлемізге атыр. Сәлем беріңіз. сәлем бер. Жақсы. Сәлем беріңіз. Бөлелеріңге әкімі. Али апа, Мағыз апа, Свет апа. Үшеуміз бөлеміз, бөлелеріміз. Мына кісі Талғат деген осы екі апаның інісі. Ағасы келе алмады, жаңа той, садақа, сол шаруалармен болып қалды. Ішке келеді. Мына жақта отырған менің енем, енді құдағайыңыздың мамасы шетте отырған. Қалғандары қайсысы кім бар? Алием таныстырды. Таныстырдым. Қалған бәрін таныстырдым. Мына жақта өзім балдыздарым, тумаларым, жиендерім солар. Тағы да танысармыз дастарханда отырып, жайлап. Қазір бәрі еске қонбайды ғой. Дастарханда дұрыстап, Қош келіп жатсыңдар, әулет осы. Ал қош келдіңіздер. Сұраңызға қуаныштымыз. Екі ауылдың ортасы көп қысты ғой енді. Әмин, рахмет. Құда өзіңіз таныстырып жіберіңізші бәрін. Жаңа Маралдың әкесі болам. Келіннің әкесі келіп жатыр. Сіздердің келіндеріңіздің әкесі болам. Мына кісі біздің анамыз. Мына кісі үлкен әпке. Одан кейінгісі орталық мына кіші әпкем. Негізі үш әпкем бар. Бір әпкем келе алмады. Сол жұмыстарымен кіші әпкем келді. Мына не балдызым bizim olduk o kişi tane. Келін. Мына кісілер балдарым. Мына кісі жұбайымыз. Осы біздің. Ал, қош келіп жатсыздар. Қадамдарың құтты болсын бәрі. Өте қуаныштымыз. Мына құдамның балдары екі егізі, үлкен баласы, қызы бар ғой жаңағы. Құда балдар. Құда балдар. Қош келдіңіздер. Бұлар көбі келе алмады, кеше айтып отырмын, құдағайдың енесі қайтты, садақа. Намазына барып келдім, сол көбі келе алмады, келеміз деген адамдардың бәрі. Барына келгендеріне көп рахмет. Ассалаумағалейкум. Нағашым менің. Қош келіп жатсыздар. Қуандық деген, бұл бажа бола ма, жезде бола ма, біле алмай жүрмін. Негізінде. Атыраудан келіп жатыр. Құтқарма болсын. Қош келіп жайлап нұр алып қояды, сеніп жаңағы қауып. Нұрланып келіп жатсыздар бәріңізде. Жауын шашын қалай еді жаңағы. Нұр жауып жатыр ғой далада. Ал қош келдіңіздер. Енді қадірменді ағайындар, кешке үлкен той бар. Өзіміздің уақытымыздың өзіміз алмайық. Енді қалған таныстықты шай дастарханында отырып асықпай танысатын боламыз. Қазір осы жерге қолға су құйылсын, ағау істейік, содан кейін шай дастарханында жайласайық. Ал қуаныш құтты болсын. бата сұрайық.
Aslarına adallık, taslarına amelilik olsun. 2 жасың бақытты болсын. 1000 жылдық да 100 жылдық күйеу баламыз болсын. Арамызда ажыраспасын Алла тағала. Алғыстырғанымыз әрқашанда өсіп артылып, жақсылық той тойлауға Ары қарай шай дастарханында жалғастырамыз құдалық тойымызға. Қош келдіңіздер. Құдалық тойымыз құтты болсын деп бір қаттырақ қол соғып қошеметтеп қояйық. Қош келдіңіздер ағай. Рахмет. Арқалы топқа ат басын тіреп келген алқалы ағайын. Ассалаумағалейкум болмаса, оғалейкумге зары боласың деген атам қазақ. Дін ислам болғанда дінгектері, 5 уақыт намаз оқу міндеттері. Ассалаумағалейкум армысыздар, Мұхаммед пайғамбардың үмбеттері деп сіздермен амандасқанды жөн көрдім. Бүгінгі болып жатырған мерекелі қуанышты тойымыз құтты болсын, қадірменді ағайындар. Мынау адалдықтың алауымен, жақсылықтың жалауын желбіретіп келіп жатырған, мынау төрімізге қадам басып келіп жатырған жаңадан келген құда-құдағайлар, қош келдіңіздер. Қадамдарыңыз құтты болсын. Ал біздің ауыл келген құда-құдағайлардың қадамы құтты болсын деп бір айқайлап тұр, қол соғып жіберейік. Қуаныш құтты болсын ағай. О! Тамаша. Ал қадірменді қонақтар, мынау алдарыңызда көп сөйлеп уақыт алмайын. Мынау баладай ниетімен даладай қылып дастархан жайып, барша ағайынның басын қосып, мынау төрінде құда-құдағайларын үлкен құрметпенен қарсы алып жатырған осы жерде Ақжаулықта анам бар, Салима анама бір қаттырақ қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Және де келінді болып жатырған Сайын ағам мен Назгүл апам бар. Және де осы Сайын ағамның осы жерде аға жеңгелері бар. Келген қонақтарға тамаша тілегімізді жолдап бүгінгі мерекелік дастарханымызды ашқанды жөн көріп жатырық. Ал қуаныштарыңыз құтты болсын. Кімнен бастаймыз? Құрметті қонақтар, біздің ағайын тумамыз, жиен бөлелеріміз, нағашыларымыз, барлықтарыңа рахмет, көп-көп келіп жатқандарыңызға, біздің қуанышымызға ортақтасып, дендерің сау болып, осындай той болсын үйлеріңде. Құда-құдағайлар, орындарың төр болсын, құтты болсын, балдарымыз бақытты болсын. Осылардың тек балдардың жақсылығын көрейік, қуанышын көрейік бірге. Ал енді дастархан ашық, тамақтарды ала беріңіздер. Құтты болсын бәрде. Рахмет барлықтарыңа. Ал құдағайлар, қош келіп жатсыздар. Құдалықтарымыз 1000 жылдық болсын. Осы Орынбек пен Маралдың арқасында екі ортаға көпір салынып жатыр, сол көпірлеріміз үзілмесін. Балдар екі жаққа да бірдей ұлдары мен қыздары болсын. Ал қадамдарыңыз құтты болсын. Қош келдіңіздер. Құрметті ағайын тумалар, бүгінгі күні жайылып жатырған әдемі дастарханымыздың себебі бәріңізге аян болып жатыр. Осы әулетке келін түсіп жатыр деп үлкен әдемі дастархан, құдаларға арналған дастархан жайылып жатыр. Баршаларыңыз енді қош келдіңіздер. Құдалар, қадамдарыңыз құтты болсын сіздердің де. Мынау енді біздің әулетіміздегі үлкен той деп жатырмыз. Манадан енді айтып жатырық қой. Балдарымыздың арқасында осындай екі жақ үлкен жол болып жатыр. Екі ортамыз әдемі жол, әдемі көпір болсын. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Енді бәрімізде осы балдардың тілегі, балдарымыз бақытты болсын. Құрған отаулары, құражақ отаулары биік, керегесі кең, терезесі тең болсын. Ал енді айтылып жатырғандай, астан ала беріңіздер, тамақ алыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшы қауым. Келіп жатқан құдалар, қадамдарыңа гүл өтсін. Екі жол алтын болсын, көпір. Алматы мен Атырау, бер жағы Құлсарау. Ал қош келдіңіздер. Не айтам? Мына той болып жатыр, Орынбек пен Ақмарал. Екі жас біріне қосылып. Құтты болсын, аман болсын. Ал сол қош келдіңдер, құдалар. Ал құрметті қонақтар, қош келіп жатсыздар. Құрметті құдалар, қош келдіңіздер біздің жылойымызға.
енді мына айтылып жатыр ғой, балдар бақытты болсын, екі жақ тек алтын көпірі болсын, той құтты болсын деймін енді тек. Үлкендер айтып кеткен тілектің бәрі қабыл болсын. Бәрекелді. Ал қуаныштарыңыз құтты болсын. Қадірменді ағайындар, мерекелік дастархан ашық, алдарыңыздағы дәм тағамнан тәбеттеріңіз татқанша алуға рұқсат. Бүгінгі құрмет, қошеметтің баршасы сіздер үшін қош келдіңіздер. Түс мезгілі бұйырған дәм тағамнан тәбеттеріңіз татқанша алуға рұқсат. Келдібай таз ауылында болып жатырған торқалы той құтты болсын ағайын. Алдарыңыздағы дәм тағамнан тегісте ал отырыңыздар. Той иелері осы жерде ағалар, жеңгелер тамаша тілегімен бүгінгі қуанышты дастарханымызды ашып беріп жатса, біздер әрі қарай әдемі әнмен жалғастырайық. Мынау сіздердің қуаныштарыңызда ән салатын қасиетті Тұрғызбаның тумасы, кең жылойдың әншісі, Таздың баласы Дархан ұлдарыңызды ортаға шақырайық. Құлақтарыңыз әнде, ауыздарыңыз дәмде болсын. Қуаныш құтты болсын ағайын. Қабыл алыңыздар. Қол соғып қошеметтеп шабыт беріп отырайық.
әрі қарай тағы да тамаша тілектерімізді жолдай отырайық. Келесі сөз кезегі бүгінгі қуанышты дастарханның аса мәртебелі қонақтары, төрімізге келіп жатырған жаңадан келген құда-құдағайларға ат басын бұрғанды жөн көріп жатыр. Ақ бозыйды көк майсаға тіктіріп, қызыл шоққа күрең шайды боқтырып, қазағымның ежелден ол әдеті құдаларын қар салатын тіктіріп дейді. Адалдықтың алауымен жақсылықтың жалауын желбіретіп келген қадірменді құда-құдағайлар, қош келдіңіздер, қадамдарыңыз құтты болсын. Үлкен құрметпенен тойдың төріне шақырайық. Ал біздің ауылдың айқайлап қол соғысы берейік. Келген құда-құдағайлардың қадамы құтты болсын ағай. Жатып жабысқан, тақымдап түрлі тұлпарлар, тізгінге қолы қарысқан, бірін-бірі барысқан, үзіңгілерін қағысқан, жаңғырып жанын ағысқан, жан бүйірімен қауышқан, артымағаттар барына, айналма жолы болысқан, туғандар қалың жан, туған алсын тұлпарлар, айқайлаған дауыстан, айда бала, айда бала атыңды. Қош келдіңіздер, қадамдарыңыз құтты болсын. Мынау екі араға салынған алтын көпірдің тұғыры мықты болсын. Сөз кезегі сіздерде. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал құдалар, Құдай қосса, Құда болады, пайғамбар қосса дос болады деп. Біз 3000 километр жерден көрмеген, атам білмеген, ботам білмеген сіздерге Құда болып. Кішкентайынан өсіп балапанымыз үшін осы ауылға балапанымыз алақанына қонған екен. Енді құдалар осы құдамыз мәңгілік болсын, 1000 жылдық болсын, күйеу баламыз 100 жылдық болсын. Екі баламыздың, екі ауылдың ортасы Алматы менен мына ауылдарының ортасына алтын көпір болсын деген келеді. Енді осы қосылған отырған қауымдар, бөтен емес шығарыстар, туған туысқан жегжат жұрастыстар, барлықтарыңыздың үйінде той болсын. Біз енді сонау жақтан 4 күн жол жүріп, өш жерге әрең келдік. Құдам деген, мен келмейтін дедім. Кішкене құдағиыма өкпелі едім. Бірақ ана жас құда мен құдағыларға өкпелемеймін. Өзім қатарлы құдағиыма кішкентай өкпем бар. Сіздер деген мына құда болғанда, мына бала барды, 3 бала барды, айтып кетті. Содан кейін біздің алдымызға келіп өту қақысы бар ғой. Жоқ, сендерде ондай заң жоқ па? Иә, ондай өтпеді. Бізді тойға шақырды. Мына келінімнің шешесі қатты ауырып жатты. Әй, ертерек бізге қозғалыңыздар дейді. О, мана құдағиымыз қайтыс болды. Жетісін өткізе салып, амалсыз келдік. Мінекей. Ал осы баламыз үшін, құдағиларымыз үшін ол өкпемізді кешірдік. Біздің ата бабамыз, керегеміз ағаш. Мен осы ауылдан қыз алсам, мен 3 күннен кейін алла келем. Не қысам да, жаяу келсем де, арқалансам да. Ал бұл кісілер 2 ай болды. 2 айдан бері қаратай, менің есігім алынып, бір шауым чайым түспеді. Елі менсінбеді ма? Білмеймін мен. Менсінбеген сияқты. Бірақ 2 баламыз бақытты болсын. Шаңғарағы биік болсын, керегесі кең болсын, терезесі тең болсын. Бізде жаман ауыл емеспіз, біз ұлы жүзбіз. Сіздер кіші жүз екенсіздер. Мен осы Қызылордадан да, Аралдан да, тағы мынау неден де 3 жерден қыз алдым. Адай, әлім. Мынандайды мен көрген жоқпын. Бірінші рет көріп отырмын. Алдыға келмей жатып тойға шақырған. Кешірім сұрамай жатып бетін ашқан. Сонда бізге қалай түсінуге болады? Бәріңізді ойлаңызшы, қыз бар, ол бар. Мен айтатыным жастар. Енді біз кәріміз ғой, ойлы қырлы бола береді. Біздің тілімізді жастар алмайды. Сол үшін мынандай жағдайда болмаңыздар. Балаларыңыз біреудің қызына келсе, қайсыңды бала алдынан кешірім сұрап
ата анасы деймін. Сонда біздің бетіміз жарық болады, менежерімізде ештеңе қалмайды. Бізге ештеңенің керегі жоқ. Бұл дүние деген ана назарбаев жатыр ғой, жеп айдалада бетіне қарай алмайды. Бізге ештеңенің керегі жоқ. Тек қана құдаларымыз аман болсын, сұраған, бірақ кешіріңдер артықшылық болсын. Балаларымыз аман болсын, осы екі баланың тілеуін тілеп келіп отырған жайым бар. Мен де жас емеспін, 10 баланың анасымын, 20-30 немере шөберем бар, 11-12 келінім бар. Мен де талай жерді көрген адамым. Сол үшін кешіріңдер енді артық қойған. Ал өкімді айтып болдым, баламыз бақытты болсын, айтарымды айтып болдым. Енді осы екі баламыз аман болсын. Екі бала бақытты болсын. Ұзақ өмір сүріп, мына ата-енесі жас екен ғой ана. Берің, ана құдамен, кіші баламен жас екен, ана құдамен, немеремен жас екен. Осылар аман болсын. Осылар соның жемісін жесін. Барлықтарың үйінде той болсын, дендерің сау болсын, барлықтарың бастарыңды бақыттарың айырылмасын, Алла тағала бәріңе қолдасын. Құдай, мана айтып жатсыз ғой, өкпеңіз орынды. Әр жердің салты басқа, иті қарасыға дейді. Өйткенде мына сіздің ауылдан келіңіз келгенде, құдаларының құрдастары барды, алдан өтті. Сосын айтып жатсыз сіз, мана бетін ашу дейтін мана дұрыс емес деп, әлі беті ашылған жоқ. Бүгін кешке тойханада ашылады. Ол содан кейін... Біздің заңда. Жоқ, біздің жақта басқа енді салт. Айыпқа бермаңыз. Қазір алды сөзімізді. Заң, менен заман өзгерген жоқ. Zaman özgürlüğü yok. O қазіргі современный zaman. Құдағай, ашуыңды басыңыз. Біздер енді манағы бауыр болып кеттік, енді құдағай болып кеттік. Бір ашуыңызды беріңіз. Жоқ, біздің ауылдың салты бір кішкене бөліктеу. Мана не істемеңіз, айыпқа бермаңыз. Мені қыз алып отырсам, өсіп өнейінде өстім. Мен сізбен айтсайын деп бес, түсінсек деп, құдағай, айыбымыз болса кешіріңіз. Жарайды, кетті. Пойыз кетті болды енді. Құрметті қонақжай қазағымның осы елі, бізді де осы әлгі ешкімене қыздың жүрмейтін жері жоқ дегендей, бізде осы жақтың дәм тұзы бұйырып, осы жерге келіп қалдық. Аса сөкпеңіздер. Енді үлкен кісі өзінің ішіндегісін айтқысы келді. Бұны аз болса да кешіріп қойыңыздар. Енді екі жас бақытты болсын. Ең негізгісі сол ғой. Солардың бақытты, шаңырақтары кең, босағасы берік болсын. Сол тілеушіміз ғой. Армысыздар. Қазір осы Көлсарының тұрғындары бір жағынан туыс болды, бір жағынан ағайынды болды. Қазақ бәріміз бір қазақпыз ғой. Салт, дәстүр деген ол әйтеуір өні өзі үшін ғана неғып жатырмыз ғой. Туыс болып кеттік енді бәріңізге тек жақсылық. Онда құдағи Назгүлмен Сайынға біздің қыз құт береке әкелсін, бақ әкелсін. Сіздерге де осындай жұғысты болып жатсын. Біздің қызымызға риза болыңыздар. Кем кетігі болса кешіріңіздер. Өздеріңізді үйретіп тәрбиелеп алыңыздар. Біз құдағиға сенеміз, өзіңіздей келін бақытты қылатын. Тек бәріміз осы екеуің Орынбек пен біздің қыз сіздерге бақытты болып, осы біздің тілеген сіздердің тілектеріңіз қабыл алып, бақытты отбасы болуына сол тілекпен келіп отырмыз. Ассаламағалейкум, құрметті құдалар. Екі жас бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, шаңырақтарыңызда құт береке әкелсін, керегесі кең болсын, іші немерелі шөберелі толы болсын. Мына құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Балалар бақытты болсын.
Сәлеметсіздер ме, құрметті құда-құдағилар. Мына құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын. Мен енді осын нағашылардың атынан келіп отырған жайым бар. Өткенде де келдік. Көнінген таудың алыстығы жоқ деп кішкене жақындап қалдық енді. Жиі келе берсек жақын болып кететін сияқты. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, 2 жас бақытты болсын, керегелері кең, терезелері тең болсын, және мына үлкен апан немерелі шөберелі болсын. Тек жақсылық тойда кезіге берейік. Енді бізден нағашыларда аз емес, біз және айтып естіп жатсыздар. Енді үлкендердің бәрі соны қайғылы жағдайда олтып мен жіберді. Тек жақсылықта, қуанышта дәм бұйырса барасыздар ауылға, көресіздер нағашыларын. 2 жас бақытты болсын, құдалықтарымыз 1000 жылдық болсын. Сәлеметсіздер ма, құда-құдағилар. Орынбек пен Марыл бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, өсе берсін, өне берсін, көбейе берсін. Бақытты болсын, денсаулықтары мықты болсын, бәріңіз денсаулықтарыңыз мықты болсын. Жақсылықта кездесіп жүре берейік, ағдастарханда. Той көп болсын, бақытты болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті құда-құдағилар. Тойларыңыз тойға ұлассын. Алтын көпір болып салып жатқан, 2 облысты қосып жатқан 2 баламыз бақытты болсын. Не дейміз енді? Толқып тұрмын енді кішкене. Жоқ, жыламаймын енді. Маралымыз жыламасын деп жағдайымызды естіп отырсыздар. Сонда да қызымыз жыламасыншы деп сол жағдайға қарамай келіп отырған жайымыз бар енді. Тек той болсын осы әулетке, қызымыз сіздерге, қыз бақытты болам емес, барған жерімді бақытты қылам деп келеді дейді ғой. Бақытты қылсын осы әулетті, өсіріп өндірсін, өмірлі шүбірлі болсын. Енесіне өзі ұқсаған екен, қызым айтып жатырмын, сені енеңе ұқсап туыппын ғой деп. Енесінен аумайды екен, енесі ұқсаған бір үлгілі келін болсын, енесіне тартқан. Не істеймін, тек жақсылығын көрсетіп жүре берсін. Жаңа ана кісі айтып жатыр ғой, кемшілігі болса үйретер, енесі өзі ұқсап жақсы келін қып тәрбиелеп алар. Не деймін, дастархандарыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Осы Атырауға келсек той деп келейік. Енді жақсылық алыстық етпейді ғой, тек жақсы той болса жақын болып келіп тұрайық енді. Сіздер де барып тұрасыздар бұл жаққа. Енді біздің Алматыдан әкелген дәніміз бар еді, сый-сияпатымыз. Соны табыстасақ, Сіздерге қаладан алып келген, Алматыдан әкелген кішкене дәм тәсін деген дәніміз бар. Содан енді алып жейіңіздер. Біз асығыс жағдай келеміз ба, келмейміз ба деген екен. Мына шешесі қайтыс болып кеткесін. Тағы тартынып қалдық. Әйтеуір қой, баламыз жыламасын, құдағиымның көңілі үшін екеуі де менің баламмен қатар екен. Осы екеуі үшін келдім. Әйтпесе мен келмейтін. Жарайды, жақсы, мына қабыл алыңдар. Мына үлкен құдағайдың енді ренжуінде орны бар болар. Дегенмен өмірден өтіп кеткен үлкен кісі жатқан жер жайлы болсын, тоқырау болсын. Бірақ дегенмен мына шариғатта айтады, 2 бала үйленіп шешіп қойғаннан кейін үйде кісі өліп жатса да оғылдарды ұзату керек те, тойын жасау керек. Сол сияқты бұл енді үлкен кісінің бұйрығы болған жағдай, одан ешкім қашып кете алмайды. Сіздің өкпеңіз енді үлкен құдағайға болар деп ойлаймын. Себебі әлгі бауыздар құда дейді, құда-құдағай. Бауыздар құда деген прямой, жаңағы сайын мен келін. Солар енді өздері барып қайтты ғой. Барып қайтты, үлкен кісі жеңгеміз ауылда қалды, бала шаға қарау керек деген сияқты басқа шаруалар бар. Сондықтан өзіңіздің бауыздар құдағайлары, құда мен құдағаларыңызды жіберіп, ол кісі ауылда қалды. Сондықтан ренжімеңіз.
өмірде әртүрлі жағдай болады. Өкпеңізді басыңыз, үлкен құдағаймен дос болыңыз. Той құтты болсын, бәріміздің тілегіміз осы екі жастардың бақытты болуы. Ұзағынан болғай. Бәрекелді. Ал қош келдіңіздер. Мынау қадамдарыңыз құтты болсын. Енді біздің ауылдың да дайындаған тамаша сый сияпаты қабыл алыңыздар. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Тек қана той қуанышта аман есен қауыша беріңіздер. Рахмет. Енді құдалардан, құдағайлардан, үлкендерден рұқсат болса, келіндерді шақырып табақ алдыртайық. Содан кейін жалпы біз қазақтың ұрпағы шайлауда аттан құласақ та, салттан құламаған қазақтың ұрпағымыз ата дәстүрімізді сақтай отырып, дархан ниетімізді білдіріп, келген құда-құдағайларға құрметімізді білдіріп, құйрық бауыр ұсынғанды жөн көріп жатырық. Алдыменен келіндерді шақырайық, табақ алдыртайық. Ал қуаныш құтты болсын. Қош келдіңіздер тағы да құдалар, құдағайлар. Екелдің жарастырып дәм тағамын, жастардың бақыт үшін алаңдадың, төріме қонақ болып келіп жатқан құдалар, құдағайлар құтты болсын қадамдарың дем келеді сіздерге. Тағы да қош келіп жатсыздар. Енді мына жерде құдағайлар азмыз ренішін айтып жатыр. Жалпы әр елдің салты басқа, иттері қара қасқа деген керемет сөз бар. Біздің батыста мынау қаштырып алып келген қызға жалпы ағайынның арасынан мықты сөйлейтінін, мықты билейтінін ғана жібереді. Біздерде папа мамасы барат деген шарт жоқ құдағайлар. Біздерден қателік кетіп жатса, біздің салтымыздан қателік кетіп жатса, сіздерден кешірім сұраймыз. Айып етпеңіздер, өйткені мынау қыз бергеннің назы бар дейді. Тамаша тілектеріңізді жолдап, осындай қуанышты тойымыздың төрінен төбе көрсетіп жатқандарыңызға мың алғыс дегім келеді. Тағы да қош келдіңіздер. Мынау екі араға салынған алтын көпірдің тұғыры мықты болсын, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Ал құйрық бауырдайын болса, құйрық бауырды, құйрықтай жұмсақ, бауырдай бауырмашыл болайық деген ниетімізбен, мың жылдық құда болайық деген ниетімізбен сіздерге үлкен құрметпен ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Құдалар, құдағайлар, қош келдіңіздер. Келді бай таза, торқалы тойы құтты
тамаша. Ал құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Енді мынау құдағайларға құйрық бауыр ас атып жатыр. Енді мен балуыз құда мен құдағайды ортаға шақырайын, яғни Марал келініміздің папа мамасын ортаға шақырайын. Bir қол соғып қошеметтеп қойыңыздар ағай. Және де Орынбектің папа мамасы Сайын ағам мен Назгүл апамды да ортаға шақырайын. Қазақтың салтыменен құйрық бауыр асасып, сөз қағыстырып, осы жерде мың жылдық құда болайық деген ниетіміз. Және де Салима анамды да ортаға шақырайыншы. Ақжаулығы Абылайдың ақ туындай желбіреген Салима анама бір қаттырақ қол соғып қошеметтеп қоятын ағайын бар ма? Немере келіні құтты болсын Салима анамның. Үлкен құдағай, нағашы құдағай шақырып жіберейік ортаға. Нағашы құдағай қайда? Тағы қай құдағай бар? Құдағайлар қалып қоймасын. Енді жаңа ғана бастап тамаша тілегін жолдаған үлкен құдағайды да қалдырмай, қадірменді ағай, төрімізге келіп отырғасын, сізді де ортаға шақырайын. Bir қол соғып қошеметтеп қойыңыз. Ана Ақжаулықта аналарымыз, құдағайлар ортаға шығып жатыр. Үшеуіңіз алдыға тұрыңыздар, жастар жағы артқа тұрсын. Нағашы әжесі мен Орынбектің өзінің әжесі Алматыдан келген құдағайға құйрық бауыр асатайық. Ал бір қаттырақ қол соғып қошеметтеп қоятын ағайын болса, құйрық бауыр бар ма, қалды ма? Мың жылдық құда болайық деген ниетімізді білдіріп, ал жеңгелер тез-тез қимылдап, құйрық бауырды ортаға әкелейік. Қалған ағайын бір орнымыздан тұрып, айқайлап тұрып қол соғып жібереміз ба? Құдалық мың жылдық болсын. Кендібай таза ауылының тойы құтты болсын ағай. Тойда бірден анамая өзінің әжесі, Орынбектің өзінің әжесі жүрекке айла Алматыдан келген құдағайға құйрық бауыр асатады. Айқай шоқайда қошемет қайдағай. қарай қорғашығы құшақ жая ей қарындас есімің қалай есімің Балғадиша емес Балқия құтбаша билейікші келбір партия бақытты болуына мен гарантия Балқия есімің Балғадиша емес Балқия құтбаша билейікші келбір партия бақытты болуына мен гарантия Балқия Жерінің балдай махаббатқа жүрегім Сәке сөз қақсам. Қос құдағайды ортаға шақырайық. Жас құдағайлар. Сені сүйдім балқия жан Ал сөз қақсам. Балқия құтбаша билейікші келбір партия бақытты болуына мен гарантия есімің Балғадиша емес Балқия құтбаша Өте тамаша. Алматыдан келген құдағайды құйрық бауырға тойдырған сияқтымыз. Бір қаттырақ қол соғып қошеметтеп қояйық. Құдағай отыруға рұқсат, аман болыңыз, жасай беріңіз. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Мама сізге де көп рахмет. Құда кетпеңіз. Құда болып жүрейін. Сіздерді ортаға қылайық. Ау, Сайын ағам мен Назгүл апамның дайындаған тамаша сый сияпаты бар. Мынау
құрмет сыйымызды білдіріп, қазір шапан жабатын боламыз. Құрметті қонақтар, ассалаумағалейкум баршаңызға. Амандаспағандар бар, амандасқандарым бар. Қош келіп жатсыңдар. Біріншіден мерде өзім тумаларым. Қош келіп жатсыңдар, бөлелерім, жиендерім, құдағай, құдаша, жезделерім, апаларым, бөлелерім, бәріңе де құрмет, құрдастарым. Қош келіп жатсыңдар, ат салыс осы құдалыққа. Құдалар келіп жатқан орындарын, қадамдарын мәңгілік болсын. Екі жастың арқасында сіздермен танысып, өте ағайынды болып жатырық. Көп рахмет. Алыс жолдан келіп жатсыз, өкпеңізді айтып жатсыз. Біз ренжімейміз, айтуыңыз орынды. Дұрыс айтасыз. Сіздің салт дәстүр, біздің салт дәстүр деп. Өше салт дәстүрді алып тастау керек сол. Маған керек емес сол салт дәстүр. Екі жас бақытты болған жақсы бәрі. Екі жас бақытты болсын бәріңе де. Бәріңе де отбасыларыңа қуаныш болсын. Тойда келсек, бәріміз шаршап болмайық, тойды көтерейік. Ағайын, тума сіздерге айтатыным. Құрдастарым, аманшылықта келсек, бәріміз құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Әмин. Ал жақсы, құрметті, қадірлі қонақтарымыз, бүгін төрден алған орындарыңыз, құда-құдағайлар, құтты болсын, құтты қадам болсын, оңынан болсын. Алматы мен Қаратонның ортасы тек алтын көпір болсын. Осы көпірмен тек татулықпен, сыйластықпен тек сәлеміз деу болып, тек осы балдардың бақыты үшін тек жүрек тойда кездесек. Ал балдар бақытты болсын. Бізге тек Орынбекпен тек Маралымыздың тек бақытын тілейміз бәрімізді де. Ал құдалығымыз мың жылдық болсын. Барлықтарыңызға көп рахмет. Осындай әдемі дастарханымызға қош келдіңіздер. Ал рахмет айтам ал бәріңізге. Құтты болсын дейм ал құдалығымыз. Енді мына төстестік, құйрық бауыр жегіздік бір-бірімізге. Енді біздің бір сипатымыз бар. Құда-құдағайға шапан жабамыз. Қабыл алыңыздар. Құдаға айтты. Құдағай жуамыз қазір, Енді бізде құралақан емеспіз, енді құда-құдағимызға келгенімізде шапанымыз бар. Бізде сол шапанымыз табыстап. Бәрекелді. Құда-құдағайдың алып келген тамаша сый-сияпаты Сайын ағам мен Назгүл апама. Құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Қошемет қайда? Geçirip almışlar.
Бұйырса енді кешке бізде үлкен тойымыз болады. Тағы да сый сапаттарымыз беріп өтеміз ал. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Құтты болсын жабанымыз. Бәрекелді. Көп рахмет. Отыруға рұқсат. Құда мен Құдағайға бір қол соғып жіберейік қадірменді ағайын.